Сол үшін айтып тұр. Орын жағынан, араласатын дос жағынан көп адамдар дұрыс жолды таңдамайды. Мен бұл жердегі Құранның аятының мәнін айтқым келетіні сол. Араласатын өзіңіздің отыратын орныңыз да, араласатыныңыз достарыңыз да иманды болсын. Оны баяғыда атамыз айтып кеткен. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп бір ауыз сөзбен айтып кеткен. Құран-ы Каримде басқа жерде Алла тағала айтады: ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Алланы сүйіп, оған иман келтіріп құлшылық ететіндердің жанында жүр деп айтады. Бұл деген мынау аятты беріп тұр сіздер мен біздерге мағынасын. Яғни қоршаған ортаңыз да, араласатын адамдарыңыз, жүрген жеріңіз де иманның, имандылықтың айналасында болсын. Сонда сіз өсесіз, өнесіз, көркейесіз. Егер ондай болмаса, сіз қанша дүниенің түбіне жетем деп тапсаңыз да, айналып ана жерге бәрібір барасыз, бәрібір мұқтаж боласыз имандылыққа. Бәрібір руханиятты іздеген. Онсыз адам ешқашан өспейді де, өнбейді де. Сол үшін айтып тұр. Имандылық бірінші орында. Адамды дос іздесеңіз, иманына қарап іздеңіз. Орын іздесеңіз, отыратын иманды жер іздеңіз. Неге екенін айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: бұзылып кеткен, Алланың азабы түсіп кеткен қалалардың жанынан өткенде дейді. Мысалы, бір қала жер сілкініп жоқ болып кетсе, бір қаланы жер жұтып қойды, топырақ басып, тау басып қалды, соны археологтарымыз ашып жатыр ғой қазір. Сондай Алланың азабы түскен жерден өтсең дейді, ол жерде тұрма дейді. Тоқтап тұруға болмайды, өтіп кет дейді. Суынан да ішпе дейді. Суынан да ішпе дейді. Ол жерге баруға болады екен да онда. Яғни өтіп кетуге болады, баруға болады, көруге болады, Алланың құдіретін көресіз. Бірақ ол жерде тұруға болмайды. Яғни жердің жақсысы жаманы болатын сияқты. Сол үшін қай жердемін десеңіз, иманды жерде болыңыз. Қандай қоршаған ортадамын десеңіз, иманды қоршаған ортада болыңыз. Міне осы аяттың мәні түбі осы жерде.